Мырзатай Жолдасбеков. Асылдарым кітабынан. Мұстафа Шоқай. Соңғы кездері Мұстафа Шоқай жайлы материалдар қайта көріне бастады. Үлкен Түркістанның күйреуі деп аталатын өз заманының идеологиясы тұрғысында жазылған кітап жұртшылықтың есінде шығар деп ойлаймын. Таяуда ғана Караван 1994 жылдың 21 қазаны мен 1995 жылдың 1 қаңтарында бұл мәселеге Әділбаевтың Мұстафа Шоқай батыр ма, әлде сатқын ба деген мақалаларын жариялады. Шүкір, ел аңсаған егемендік, отаны үшін жанын кешкен, нақақтан арманда кеткен ұлы қайраткерлеріміздің рухын халқымен қайта табыстырды. Ақталды, мұралары жарық көрді. Кезінде осы игілікті істің басы қасында болғанымды, бабалар мен ағалар рухына белсеніп қызмет еткенімді өзіме зор бақыт санаймын. Өкінішке орай, Мұстафа Шоқай қалың көпшілікке әлі де беймағлұм болып келеді. Қасіреті мен қасиеті мол тағдыр еріккеннің ермегіне, әлде кімдердің тәлкегіне, көрінгеннің сандырағына айналуда. Мұстафа Шоқай тағдырына қазақ немқұрайлы қарай алмайды. Елінен безуге мәжбүр еткен себептер ашылып, аянышты ахуалы танылып, ұлт тарихындағы алатын орны анықталуы қажет. Қызметі мен байтақ мұрасына мемлекеттік баға берілуі тиіс. Ешбір қайраткер өз халқына жау да, дұшпан да болған емес, болмайды да. Туған халқын кемеңгеріне қас қылған мұндай зұлымдықтың елін көсемінен, көшін жетегінен, жерін қорғаушысынан, ұрпағын данасынан, болашағын санасынан айыру үшін әдейі жасалатын біз жақсы білеміз. Сондықтан да енді қазақ халқының жауын өз ішінен зиялылардан іздеуді тоқтатқан жөн. Өткен жылы қызмет бабымен Германияға барған сапарымда Берлинде жатқан Мұстафа Шоқайдың басына арнайы зиярат еткен едім. Жанымда Мюнхендік Қаби, Берлиндік Ахмет мырзалар бірге жүрді. Мұстафа Шоқай батыс Берлиндегі түрк шахитлігі жәмей дейтін зиратта жатыр. Басындағы құлпытаста Мұстафа Шоқай 1941 жылдың декабрінің 27-сінде 52 жасында дүние салды. Бар өмірін отаны үшін құрбан қылған деген сөздер жазылыпты. Басына белгіні отандас інілері, шәкірттері қойдырған. Кейінірек жұбайы Мария, француз қызы, құлпытасқа Мұстафаның тастан бейнесін салдырған екен, шариғатқа жатпайды деп діншілер алдырып тастапты. Суретте көрсетілген құлпытас тұр, бірақ бүгінде бетіндегі бейнесі жоқ. Бұл қорымда 20 тарта қазақ жатыр. Жазулары өшкен, көбі оқылмайды. Тек Шынтемір Қадиев, Түркістан Ахман, Орасиманов Сапар 1903-1941, Рыскелдиева Рахима 501-1921, 2302-1945, Рыскелдиева Рая 302-1927, 902-45 деген жазуларды ғана анық таныдым. Қыршын кеткен апалы сіңлілі екі қазақ қыздың тағдыры қабырғаңды қайыстырып, сай сүйегіңді сырқыратады. Мұстафа Шоқайдың өлімі туралы алып қашпа әңгіме көп. Қаби мен Ахметтен осының анық қанығын сұрадым. Қаби мырза, көрген білгендердің көбі бүгінде жоқ. Жақсы білетін Қарыс Қанатбай мұғалім, Таукен инженері Қызылордалық жақында дүние салды. Әйелі неміс қызы, немістен туған бәрібір неміс болады деп перзентсіз кетті бишара. Уәли Қайымхан да 1993 жылы Дюссельдорфта 87 жасында марқұм болды. Оның да әйелі немістен, Сәбира деген қызы қалды.
Гамбургте тұрады. Білетіндерден енді қалғаны Баймырза Қайыт Көлінде тұрады. Оның үйін Ыдырыс қажы жақсы білет дегенді айтты. Ертеңіне Ыдырыс қажыны қасыма алып, Баймырза Қайыттың үйіне келдім. Көлінің сыртында, тоғайдың ішінде, тыныш жерде тұрады екен, денелі, бойшаң, мұртты, түрік тақылеттес кісі. Аса бір ықыласпен, көп жылдан бері көріспеген ағайындай табысты. Әйел неміс, дәрігер. 2 ұлы бар, бөлек тұрады. Үйі шағын. Кітапханасының төрінде Мұстафа Шоқайдың суреті ілулі тұр. 1937 жылы түсіпті. 2 көзі оттай жанған өткір, ай маңдайы жарқырап, ақылдан жарылып кете жаздағандай, сөйлеп кеткелі тұрған тәрізді, қалың елге көсем болғандай келбетті кісі екен. Кітап сөрелерінен қазақ энциклопедиясының түгел томдарын, Әлкей Марғұлан шығарған Шоқанның 5 томдық жинағын, өзінің кітаптарын, өзге де әр тілде жазылған көптеген еңбектерді көзім шалды. Олардың ішінен маған Мұстафа Шоқайдың Парижде шығарған Жас Түркістан журналының 119 санын түгел, біраз газеттерін, мақалаларын, өзінің Түркістандағы орыстардың империялық саясаты, Түркістан Еуразияның жүрегі, Түркістан халықтарының әдет-ғұрыптары, басмашы, Қоқан үкіметі және Алашорда тәрізді ірі монографияларын, ірілі уақты өзге де зерттеулерін көрсетті. Осылардың бір қатарын және еңбектерінің библиографиясын маған сыйлады. Кезінде коммунистік идеологияның ықпалынан тыс, империялық қысымға түспеген, еркін, тарихи шындықтың негізінде жазылған бұл еңбектердің қазақ, өзбек, қырғыз, ұйғыр, қарақалпақ, тәжік халықтарының шын тарихын жасауда пайдасының мол болатыны сөзсіз. Олардың ішінде біз білмейтін әлемнің бай кітапханаларынан жиналған құнды материалдар, маңызды тұжырымдар қаншама. Біз болсақ, бірі келіп, бірі кетіп жатқан көсемдердің көңілін жықпай, солардың қас қабағына қарап, аузын бағып, байтақ тарихымызды күнде жуып, шайқай бергеніміз рас. Соның салдарынан барымыздан, бағалымыздан айрылдық. Тарихты тәрк еттік. Ұлттық мәдениет, ұлттық намысты жаншып, табанның астына салдық. Енді тарихыңды тәптіштеп қайта жазғанда да, осы бір зобалаңды ешқашан аттап кете алмайсың. Еш жерге тығып қоя алмайсың. Таза киімнің жыртық жамауындай болады жүреді. Баймырза Қайыт өмір бойы Түркістанды үзбей жазып келе жатқан ірі ғалымдардың бірі. 1917 жылы Наманганның түбінде Жарық Қорған деген ауылында көп балалы диқанның отбасында дүниеге келеді. Мен туылғанда Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан деген атаулар жоқ еді. Біз түркістандық болып тудық. О заманда бізді Қыпшақ дер еді деп отырды. Ауыл мектебін бітіріп, Ташкенттегі Орта Азия университетінің тарих факультетіне түседі. 3-ші курста оқып жүргенде халық жау науқаны басталып, ел азаматтарының бәрі ұсталып, мектепте сабақ беретін кісі табылмағаннан соң педагогика институтының 3 айлық дайындық курсынан өтіп, университеттегі оқуын сырттай ауыстырып, өзі өскен ауылға мұғалім болып келеді. Ел мүддесінде, халқының жолында жүрген зиялылардың бір күнде жау болып шыға келгені жас жігіттің қанатын қайырып, қиялын шайқайды. Сөйтіп, оның өмір туралы көзқарасын күрт өзгертеді. Баймырза 1939 жылы әскерге алынады да, халық жауының көзі, құлағы, құйыршығы дейтін күйеден арыла алмай, ақырында 1941 жылы соғыс басталғанда ұлтын, туған жерін сүйушілермен бірігіп,
Түркістан үшін күресшілердің қатарына қосылады. Соғыс аяқталған соң Германияда университет тамамдап, Қоқан өкіметі және Алашорда деген тақырыпта диссертация қорғайды. Содан бері үздіксіз ғылыммен шұғылданады. Зерттеулерін неміс, ағылшын, түрік, өзбек тілдерінде жазады. Қолында дүние жүзінен жиналған Түркістан туралы байтақ материал бар. Менімен түрік, өзбек тілдерін араластырып сөйлесіп отырды. Орыс тілінде ептеп біледі. Мен Баймырза Қайыттан Мұстафа Шоқай туралы айтып беруді өтіндім. Біраз ойланып отырып байтақ әңгімені бастап кетті. Ұлы державалық шовинизм аз елдердің, әсіресе тектес, туыстас елдердің бірігуіне жол бермейді. Өйткені оның нәтижесінде және бір қуатты, іргелі ел пайда болу мүмкін. Орыс империясының Түркістан елдерін жік-жік қылып, үнемі арасына от салуы соның салдары еді. Бір мүддеге топтасқан Германиядағы түркістандықтардың саны 1.100.000 еді. Мақсат біртұтас Түркістан мемлекетін орнату. Бөлінгенді бөр жейді демекші, бөлінген, бөлшектенген көрінгенге қол жаулық болады. Ұстағанның қолында, тістегеннің аузында, тартқанның жетегінде кетеді. Тек тізе бірігіп, бас қосылғанда ғана елдік, тарих, тіл, салт, дәстүр сақталады. Біз сондықтан да бөлінуді емес, бірігуді, ұлтқа жіктелуді емес, жұмылуды, тұтастықты, бір тұтас болуды уағыздадық. Бұл күресті анасынан дана, табиғаттан көсем болып туған Мұстафа Шоқай бастады. Қайымқан, басқа да өзбек, қазақ, қырғыз, татар ұлтшылдары қоштады. Арамызда 300.000 якут та бар еді. Енді бірер сөз Мұстафаның қысқаша өмірбаяны жайында. Түркістанның көрнекті ұлтшысы Шоқайұлы Мұстафа бүкіл Түркістанға даңқы жайылған Торғай датқаның немересі, яғни Шоқай бидің мұрагері. 1890 жылы қаңтар айының 7-сі күні Ақмешітте, қазіргі Қызылорда қаласында дүниеге келеді. Заты Түркістанның қазақ руынан еді. Атасынан, анасынан талантты туған Мұстафа ауыл мектебін ана тілінде, Ташкент гимназиясын орыс тілінде тамаша аяқтап, Петербург университетінің заң факультетін де үздік бітіріп шығады. Осы жылдары бірнеше шетел тілдерінде еркін меңгереді. Мұстафаның алғашқы саяси жұмысы да осы Петербургте басталады. Отанын, ұлтын шексіз сүйген ол прогрессшіл ізгі ниеттегі қайраткерлермен бірлесе отырып, патшаның отарлау, қанау саясатына қарсы күреседі. Өзгенің табиғат берген дарындылығы нәтижесінде талайдың назарын өзіне аудара біледі. Жас данышпан аталады. Саяси күреспен шұғылдана жүріп, Петербург кітапханаларында кітаптар оқып, саяси білімін арттыра түседі. Қазақ халқының мұраты, түркістандық биік мүддесі үшін күресте оған Әлихан Бөкейханов сияқты көптеген түркістандық намыскерлер қолғабыс тигізеді. 1916 жылы Мұстафа Шоқай Қоқанда Түркістан халық өкіметін орнатады. Халық оны сол үкіметтің басшысы етіп сайлайды. Милли мұхтарият өкіметінің басына келген соң, бұл өңірге ылаң сала бастаған большевиктермен де ымырасыз күреске шығады. Осыдан бастап Мұстафа бастаған ұлтшылдар күресі жаңа сапаға ауысады. 1918 жылы большевиктер Қоқан қаласын қоршап, Қоқан үкіметінің басшысы Мұстафа Шоқайға берілуін талап етіп ультиматум тапсырады. Онда былай деп жазылады: біріншіден, большевиктер Қоқан үкіметін танымайды. Екіншіден, Қоқан үкіметі большевиктерге бағынышты деген арызнама тапсырсын. Үшіншіден, түркістандықтардың қару-жарақтары,
түгел большевиктерге өткізілсін. Төртіншіден, ұлттық Түркістан әскері таратылсын. Бұған ұлттық үкімет атынан Мұстафа Шоқай былай жауап береді. Күш сізде. Халқымыздың танымалдығынан басқа бізде қате жоқ. Сіздің қанаушы болатындығыңызға біздің күмәніміз жоқ. Біз большевик үкіметі емес, Түркістан халық үкіметін танимыз. Осы хабарды алысымен большевиктер ұлттық үкіметінің мекемелерін қоршауға алады. Сөйтіп, Түркістан халық үкіметі құлайды. Ендігі жерде күресті тысқары жерде жүргізу үшін қашып 1918 жылы Тбилисиге келеді. Кавказда большевиктерге қарсы күштермен бірлесіп, большевизмнің зияндылығын дәлелдеп көптеген газет мақалаларын жариялап, кітаптар бастырып шығарады. 1920 жылы Ыстамбулға келіп, ондағы қандастарды жұмылдырады. Түркия үкіметі жылы шырай білдіре қоймағаннан соң, Түркістанның басынан кешіп отырған қиындықтарын дүниенің азат халықтарына ұғындыру үшін Мұстафа Шоқай 1921 жылы Парижге келеді. Мұндағы шетел иммигранттармен тез тіл табысып, саяси білім жағынан әбден толысқан, ол шетелдегі ұлтшылдардың басын біріктіріп, оларға жетекшілік етеді. Түркістанның ауыр халін, ұлттық мәселесін әр тілде жазып, Еуропа халқының назарын аударады. Парижде өз атынан бірнеше газеттер, Жас Түркістан 1939 атты журналын шығарады. Әр санында бүркеншек атпен өзінің бірнеше мақалаларын жариялап тұрады. Жас Түркістан журналының 119 санын түгел Баймырза қайттан алып, Қазақстанның Германиядағы елшісі Сағынбек Тұрсынов мырзаның жәрдемімен бонда өзіме көшірмесін жасатып алдым. Қазір менің қолымда. Осы бір қымбат дүниенің түгелдей бүгінгі күнге қалай жеткеніне қайран қаласың. Бұл журналдарды Баймырза Қайыт соғыстан кейінгі жылдары Пешаварда Пәкістан Махмұд Айқарлы дегеннен 500 әлде 600 рупиге сатып алады. Екінші дүниежүзілік соғыс басталған кезде Мұстафа Шоқай Францияда еді. Немістер Францияны жаулап, Мұстафа Шоқайды да қолға түсіріп, ағылшыншыл бағыты үшін оны француздардың Кампун деген лагеріне апарып қамайды. Тұтқында жүріп те, Мұстафа Шоқай саяси бағытынан айнымайды. Түркістанның ауыр халін, ұлттық мәселесін неміс басшыларына әбден ұғындырады. Соның нәтижесінде өзара келісімге келіп, неміс өкіметі шілде айының аяғында оны тұтқыннан босатып Берлинге әкеледі. Сөйтіп, ол кісі соншама қиындықты басынан кешіре жүріп, Германия өкіметімен келісіп, шет елде Түркістан үкіметін құрады. Баймырза Қайттың айтуынша, оны Германия мойындап, өзінің сыбайлас елдерінің тануын өтініп хат жазады. Мұстафа Шоқай Германияда Түркістанға кадр дайындау жөнінде майданның алдыңғы шебіне түркістандардықты жібермеуге келісім алады. Десе де, әр түрлі лагерлерде, тұтқынханаларда жатқан түркістандықтар соғыс тауқыметімен, аштықтың салдарынан жұқпалы ауруға шалдығып қырыла бастайды. Оларға қамқорлық жасамаққа Мұстафа Шоқай ресми орындардан рұқсат алып, лагерді аралайды. Сөйтіп, өзі де тиф, сүзек ауруына шалдығып, 1941 жылдың желтоқсан айының 27-сінде Берлин қаласында емханада дүние салады. Ол кісіні білген, арқа тұтқан түркістандықтар, дүние жүзіндегі достары бұл аянышты әрі өкінішті қазаны аза тұтады. Мұстафа Шоқайдың артында бай мұрасы қалады. Мұстафа Шоқай өлген соң, жұбайы Мария көп қиындық көріп, азап шегеді. Жоқтықтың салдарынан, мұқтаждықтан бай кітапханасын, дүние мүліктерін орыстың,
түріктің бай иммигранттарына сатып жібереді. Біразы Мұстафаның жақын досы, Түркияда тұратын Тахир Шағатайдың қолына түседі. Бұл мұралар бүгінде Ататүрік атындағы мәдени орталықтың қорында болуы мүмкін. Біразын Сорбонна университетінің ориенталистика факультетінің кітапханасына өткізеді. Ата-бабасынан келе жатқан жібек белбеуді, күміс сағатын, тақиясын Баймырзақайыт пен Дәлелхан Түркияда тұрады. Екеуі Қайымханға апарып береді. Бұл мүліктер бүгінде Қайымханның Дюссельдорфта тұратын неміс қатынның қолында. Естуімше, енді оны ешкімге бермейді. Еуропада біреуден қалған мүлікті біреуге беретін әдет жоқ. Өкінішке орай, Мұстафа Шоқайдан қалған аз ғана мүлік қажет болған кезде қолымызға тимеуі де мүмкін. Мен Баймырзақайытпен 2 күн әңгімелестім. Мұстафа Шоқайдың даналығы, қайраткерлігі, парасаттылығы, мәдениеттілігі, адамгершілігі, қамқоршылдығы, тыңдағанын иландырған, сөйлесе жұртты аузына қаратқан қадір қасиеті жөнінде тебіреніп, ағынан жарылып айтты. Мен ерінбей диктофонға жаздым, видеокассетаға түсірдім. Көп кітаптарын алдым. 3 құса болып, зарын кімге барып айтарын білмей жүрген ақсақал біраз құмардан шығып, шерін тарқатқандай болды. Арасында елі еске түсіп кеткенде, Мұстафа ағасы жайында әңгімелегенде толқыған сайын мұрнынан қан кетіп отырды. Сөзінің соңында: біз Түркістан үшін күрестік, қолымыздан келгенді істедік, ащы болсын, тұщы болсын, биік милләтіміздің шындығын айттық, басымыздан кешкен мехнаттарымызды жеткіздік. Мұстафа бүгінгіні көре алмады. Біз көрмесек те сездік. Мына кездесуіміз соның айғағы. Совет заманы шет елмен байланыс жасаттырмады, шығармаларды сыртқа шығармады, араласуға мүмкіндік бермеді. Түрк милләті, түрк дүниесі енді оянды. Түрік перзенттерінің көзі де, кеудесі де ашылды. Азаттық баянды болсын. Қоршаған әждахадан сақтасын. Атасы бар, анасы бар түрк нәсілінің арасына сына қағып, жүк түсіретіндер аз емес. Алла ынтымақ берсін. Бөлінбей, бір-біріңе жақындай түсіңдер. Бірің үшін бірің жан қиғандай бол. Биік Түркістан халықтары, бірі үшін бірі керек. Гегемония емес, теңдес тұтастық, туыстық қажет. Жириновский, Солженицындердің сандырағынан батыста Қазақстан жері, орыс жері деген саясат жүріп жатыр. Осыдан шошимын. Егемендіктің бағасын, құнын білуіміз керек. Өркениетті ел өз иммигранттарынан қашпайды. Сіздер де безбеңіздер. Халыққа жамандығымыз, тигізетін зиянымыз, жұғатын күйеміз жоқ. Алтын бесік, өскен өнген ұядан, туған жерден адам баласы неге безеді? Бауырларымыз бұның себебін бүгінде түсінді деп білеміз. Бар тақсіретті 70 жыл сіздер тарттыңыздар. Біз күйзелумен болдық. Енді Алла алдарыңыздан жарылқасын, ырысалды ынтымақ болсын. Қазақстанды бір көру арманым. Абайдың тойына шақырса барар едім. Мен егіліп тыңдадым. Бол кісіден Мұстафа Шоқайдың өмір баянын, шығармашылық, қайраткерлік жолын кітап етіп жазуды өтіндім, және оны шығаруды өзім мойныма алдым. Мұраларын, дүние мүліктерін жинауды да өтіндім. Ол кісі уәдесін берді. Өзінің қолында да тарихымызға керекті байтақ мұра, бай кітапхана бар. Қазақстанның ұлттық академиясымен шарт жасасып, соның кітапханасының мұрагер етуді өтіндім. Жазысқан 60 папка қаттардан бөлегіне қарсы еместігін сездірді. Ешкім сайтан емес, өлмейтін пенде жоқ. Академияны басқарып отырған бауырларым осыны түсініп, қолынан шығарып алмаса дұрыс болар еді.
1990 жылы Мұстафа Шоқайдың аруағын қадірлегендер Америкада ол кісінің 100 жылдығын атап өтіпті. Ол той біздегідей арақ ішіп, көпіре тос көтеру емес, қайраткердің рухына, түрік дүниесіне, тарихи орнына қатысты зиялы терең сөздер айтылыпты. Бұған да мұрындық болған Баймырза Қайт екен. Баймырза Қайттың ұсынысымен 1974 жылы Түркістанды сүйушілер клубы құрылыпты. Үйлестіруші Баймырза Қайт. Құрамында американ, ағылшын, жапон, неміс, француз, аргентин, түрік ғалымдары бар. Бұл клуб Түркістан жөніндегі деректерді, тарихты қорытып отырады екен. Түптен келгенде айтарымыз, біз тарихтан қаша алмаймыз. Қателессек, оны тарихтың өзі түзейді. Бірнеше ғасырлар бойы аумалы төкпелі заманды бастан кешіріп келеміз. Бауырды жат, барымызды мансұқ еткенде кездеріміз аз болған жоқ. Ет бауыры елжіреп, өзегі езеуреп тұратын бауырмашыл қазақтың табан астында бір-біріне жау болып шыға келетінде шындық. Біз бүгін тәуелсіздігімізді алдық, ел болдық дейміз. Лайым қуаныш мәңгілік болсын. Баянды болуын тілейік, бірақ өзінің ұзына бойы жолында бір келкі байтақ өмір кешкен ешбір елді тарих білмейді. Біз осыны ұмытпауымыз керек. Қазақты жікке болып, жеңіл басқаратын әдіс қойлар әлде де жетеді. Бізге ерекше сақтық керек, талғам керек. Өзімізді өзіміз сыйлай, бағалай білуіміз керек. Мұстафа Шоқай да қазақтың қанынан, қазақтың топырағынан жаратылған перзенті, байыпты, беделді комиссия құрып, ол кісі туралы сөздің анығын, шындығын халыққа жеткізетін уақыт әбден жетті.